Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің Қазақстан тарих сабағынан өтетін тақырыбымыз ғұн тайпаларының бірігуі. Дәптерлерімізге жазып қоямыз: ғұн тайпаларының бірігуі. Енді тақырып жазып болғаннан кейін біздің бүгінгі жалпы оқу мақсаты. Әрине, ол бірінші ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету, картада тайпалық одақтарды орналасуын көрсету және ежелгі мемлекеттің бірлестіктерінің құрылу алғышарттарын білу. Енді бағалау критерийі, яғни қалай мен сіздерді бағалаймын. Әрине, мен бірінші ол тарихи фактілерге және карталық мәліметтерге сүйене отырып тарихи оқиғаның даму желісін құрастырады. Екінші, тарихи фактілердің маңыздылығын түсінеді және үшінші, тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін анықтайды және салыстырады. Ал біздің зерттеу сұрағы: неге Мөде Шайню жер мемлекеттің негізі деді? Мен алдымен, балалар, бейне материалды қараймыз және керек тірек сөздер болса жазып отырамыз әрине. Мұқият тыңдаймыз. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында Алтай, Оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан аумағында ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Қытай деректерінде ғұн атауы Хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, билеуші Шаньюй атанады. Оның билігі үстем болып, аспан ұлы деген атаққа ие болады. Мөде Шаньюйдің билікке келуімен ғұндар жерлерін кеңейту үшін көршілес тайпаларға жорықтарын бастайды. Ғұн, Үйсін, Қаңлылар бір-бірімен көрші елдер болатын. Ал ғұндар мен Қытайдың Хан династиясы арасындағы соғыс біздің заманымыздан бұрынғы 188 жылы Хан династиясы әскерлерінің жеңілісімен аяқталады. Мөденің билігін мойындаған Қытай императоры ғұндарға жыл сайын алым салық төлеп отыруға және Қытай ханшасын Мөдеге әйелдікке беруге мәжбүр болады. Ғұндар негізінен киіз үйде тұрған, бірақ қысқы тұратын үйлері де болған. Тері мен жүннен тоқылған маталардан киім киген. Бай ауқатты адамдар киімдерін жібек матадан тіккізген. Ғұндардың материалдық мәдениеті ерекше дамыған. Олар темір және қола өңдеумен қатар қыштан ыдыстар жасаумен айналысқан. Сондай-ақ ғұндарда зергерлік өнерде жақсы дамып, күміс пен алтыннан әшекей бұйымдар жасаған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта ғұндарда көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды. Әсіресе жылқы малын ерекше қастерлеп көбейткен. Тарихта Мөде Шаньюй елі мен жерін қастерлеген тұлға ретінде таныс. Аңыз бойынша, көрші Дунху билеушісі ғұндардың жеріне сұқтанып, оны басып алудың айласын жасай бастайды. Алдымен Мөдеге елші жіберіп, сұлу әйелін беруін сұрайды. Мөде: әйелім елімнің садағасы, алсын деп әйелін береді. Дунху елшісі екінші рет келіп, аузымен құс түстеген жүйрік тұлпарын сұрайды. Мөде: тұлпарым елімнің садағасы, алсын деп атын бергізеді. Әбден асқақтаған Дунху билеушісі үшінші рет мал жанға қолайсыз жеріңді бер деген талап қояды. Осы кезде Мөде: әйелім мен тұлпарымды берсем де өзімнің жеке меншігім болатын. Жердің иесі халық, жер халықтың игілігі. Еліме жерді Тәңір берген. Жер болса халықта болады, мемлекетте болады. Жер мемлекетіміздің тірегі мен ырысы, құты. Оны қалай береміз деп қатты қаһарланып, Дунхуларға қарсы соғыс ашып, тас талқандарын шығарып, жеңіске жетеді. Ал балалар, біз бейне материалды көрдік. Мен ойлаймын, сіздер естеріңізде сақтадыңыздар деп. Енді біз дәптерлерімізді ашамыз, жазамыз. Дәптерлерімізді аштық. Енді балалар, термин сөздерді біз бірінші жазып алайық. Әскери демократия, қоғамдық құрылыстың түрі. Екінші, Шанью,
ғұндардың мемлекет басшысы. Және үшінші тайпалық одақ бірнеше тайпалардың біріккен одағы. Жалпы термин сөз жазуға 5 минут уақыт беріледі. Енді жазып аламыз. Мөде дегеніміз кім? Мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда мөде Қытаймен кескілескен ғұн тайпаларын біріктіріп, ғұндардың билеушісін Шаню деген атақ алды. Ол шексіз билікке Аспан ұлы деген атаққа ие болды. Жазып аламыз. Ары қарай, ғұндар біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 4-ші ғасырда Орталық Азияда қоныстанған тайпа. Ғұндар Еуразия тарихында жауынгерлермен даңқты болған. Енді балалар, бізде жеке жұмыс ғұндар жайлы деректер 4 минут беріледі. Біз көріп тұрмыз, қазір ғұндар жайлы дерек берілген. Яғни бұны қазір жазып аламыз. Марцелин, осы Византия елшісі Приский және Атиланың бір замандасы. Осылар туралы жазып аламыз. Кітабымызды да ашып қарап жазып аламыз. Осы жерден жазып аламыз. Енді тапсырма орындаймыз. Картамен жұмыс. Ғұндардың территориясын анықтаңыздар. Дәптерге біз міне балалар, бізде шығыс, солтүстік, оңтүстік және орталық, батыс. Яғни сіздер белгілеу керексіздер. Ғұндар қай жерде мекен дегенін көрсету керексіздер. Оған 2 минут уақыт беріледі. Содан кейін бізде екінші тапсырма ол тест. Әркім өз дәптеріне жазады, А, Б, С вариантын таңдап. Яғни бірінші сұрақ, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр мен біздің заманымыз 4-ші ғасырда Орталық Азия аумағын қоныстанған тайпа. Үйсіндер, ғұндар, қаңлылар, сарматтар, сақтар. Таңдадық. Екінші сұрақ, ғұн мемлекетінің жоғарғы билеушісі Гунмо Курсем хан патша Шаню қалай аталды? Дәптерге белгілейміз. Және үшінші, Аспан ұлы деген атақпен шексіз билікке ие болған тұлға. Туман, Чомби, Джижи, Мөде, Чунди, қайсын таңдайсыздар? Және төртіншісі, ғұндар хан династиясын қарсы соғысқан жыл. Бейнематериалды мұқият қарап отырсақ, айтылған еді. Енді 3 минут уақыт. Мұнда енді сіздер өздеріңіз жауап беру керексіздер. Қалай ойлайсыздар? Бейнематериалда бізде айтылды. Дунху деген мемлекет өмір сүрген, ғұндардың көршісі. Енді соған байланысты сұрақтар. Неліктен көрші ел Дунху өзенінің астындағы атын сұрағанда ол беруге келісті? Соған жауап береміз. Екінші сұрағында мөде әйелі неліктен жауларына беруге қарсы болмады деп ойлайсыздар? Оған да жауап береміз. Және үшіншісі, мөде мал жаюға қолайсыз жерде беруге неге келіспеді? Оған жауап береміз. Жауап берсек, балалар, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына мөде және жауабын қалай түсінесіз? Өз көзқарасыңызды білдіріңіздер. Және балалар, аңыз бойынша Дунху билеуші біз ғұндардан елші жібереді. Ол не бірінші бізде жерінен бұрын атын және әйелін сұраған еді. Және ең соңында жерін сұрады. Енді сіздер өз көзқарастан жазып келесіздер. Неге мөде Шаню осы жерін бермей, оларға шабуылда өздеріне қосып алған? Және біздегі бүгінгі сабақтың қорытындысы рефлексия.
бәріміз енді жазбаша жазамыз және ауызша да жауап береміз. Бүгінгі сабақта мен не білдім? Сабақ барса қандай қиындықтар келесі және сабақ барса қандай сұрақ туындады? Жазбаша да, ауызша да жауап береміз. Сонымен бала жалпы біз бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.